видеоға түсіріңіз, видеоға. Elimizden ötürük aytkanday. Halk ötürük. Su yok dedi. Ben standartқа сәйкес dedim. Hani kөл ағып жатырмын. Завод салып жатқан жерде. Көл ағып жатыр. Ал енді сол сумен жаңағы сен сиян етің мына құс халықты неге улап жуатып қойдың? Неге осы күнге жеткіздің? Баяғыда айттық қой, кетіңдер деп. Неге ұқпайсыңдар? Мына қан төгіле жазады ғой жеп. Мына жігіттер болмаса, азаматтар болмаса, халық ашулы, жастары ашулы. Сендер неге бүйтіп сондай агрессияға шақырасың? Таптап өтірік деді. Кетсін. Слушание өткен жоқ қой, ешқандай. Слушание өткен жоқ. Aşklar. Yemin flatlama tetasın bakınca. Akimden kalkan cermene mi? Hakada da niye olsun? Senin var mı? Valla sakın var mı? Var koy. Koydan da. Soğurlar kaçtı. Halktan soğur kaçtı. Hazır. Mine. Halkқа оқ атуға дайын. Mamalar vursa derdi, kayıtlar. Халыққа оқ атуға келгендер міне. Енді неге жеке ме? Шаруашылық қорғауға келген мыналар. Халықтан. Ассалаумағалейкум, қадірменді қазақ елі. Мынау сіздерге тағы да Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданы Маралих ауылының үндеуі деп қабылдасаңыздар еріктеріңіз, Жанайқай деп қабылдасаңыздар еріктеріңіз. Мынау батыстағы ағайын судан қысымшылық көріп жатса, біз мына шығыстағы маралдылықтар ішкі істер органдарынан қысымшылық көрудеміз. Бұның басты себебі мына тұрылған қауым арамызда, ауылда андай-мындай іс болған жағдайда соларға контроль жасайтын, бағдар беретін қауымдастық құрамыз деп 11 адам тұсынған. Сол 11 адамның ішінде біреуі мен. Ал енді сол 11 адам жиналып, бір адамды талқылап, жоғары жаққа ұсыныс жасағанбыз. Мына бала жұмысын дұрыс атқарылмай жатыр, осыны ауыстыруларыңызды сұраймыз деп.
сол әлгі жиын үшін сол отырған адамдарға 180 мыңнан айыппұл арқалатып тұр. Осы бір заңсыздықтары. Екінші, сол қауымдастықтың басшысы болған Қожақов Әділ деген азаматымыз фабрика салып жатқан жердегі барып суды түсірген, астынан бастау шығып жатыр деп. Сол түсіріп жатқан кезде ішкі істер органдарының біреуімен сөзге келіп қалғанда бір ауыз боқтық айтқан. Сол бір ауыз боқтық үшін кеше 10 сөткеге қамауға алып кетті. Осындай әділетсіздікті Қазақстан бойынша біз тоқтатуларын талап етеміз. Мынау таза бізге облыс әкімінің атынан ба, жоқ әлде район әкімінің істеп жатқан ба? Қысым деп ұғамыз біз. Осы қысымды тоқтатқанын талап етеміз. Талап етеміз. Азаматымызды босатсын. Қаланы алып кеткен әділді босатуларын талап етеміз. Мына халық та соны талап етеді. Талап етеді.